Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Өркен медиа арнасында кешкі жаңалықтар қызметі, студияда мен Толқын Баталова, ал бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Тікелей байланыс балқашықтар облыс әкіміне сұрақтарын тікелей қойды. Енді осы ауызсу мәселесін биылғы жылы 2018 жылы толықтай шешім таба ма? Аяқ халқынан мен не деп айтып барамын? Жұмыла көтерген жеңіл ауыр дертке шалдыққан 2 жасар балаға балқашықтар 700 мыңнан астам қаржы жинап берді. Қазір балқашықтар қолдарынан келгенше көмектесіп жатыр. Алғысым шексіз. Балықшылар бәсекесі әуесқой балықшылар арасында жарыс өтті. Облыс әкімі Ерлан Қошанов халық алдында есеп берді. Өткенді саралап, алдағы істерді нақтылауға арналған жиынға онлайн жүйе арқылы өңірдің барлық аудандары мен қалалары қатысты. Балқашықтар мәдениет сарайында жиналып, аймақ басшысының есебін тыңдады. Облыста бір күнде не атқарылады? Ерлан Қошанов баяндамасын осы сауалдың жауабынан бастады. Сонымен бір күнде орташа есеппен Қарағанды облысында 100 мың тонна көмір, 75 мың тонна мыс және 45 мың тонна темір кені өндіріледі. Аймақ экономикасы орташа есеппен күніне 1 миллиард теңгеге инвестицияланады. Бюджетке 933 миллион теңге салым түседі. Статистика бойынша 24 сағатта шартты түрде 371 тонна ет, 183 тонна нан, 1,7 миллион жұмыртқа, 1 тоннадан астам сүт өндіріледі. 2 миллиард теңгеге тауарлар сатылады. Промышленность. За прошлый год объем промышленного производства вырос на 4,1% и достиг 2,3 триллиона тенге. Одан кейін облыс әкімі алдағы жоспармен бөлісті. Биыл өңірде 6 жаңа завод іске қосылады. Нәтижесінде мыңға жоқ жұмыс орны пайда болады. Ал жұмыс істеп тұрған өндіріс орындарын цифрландыруға көшіру үшін 250 миллиард теңге инвестиция бөлінеді. Сондай-ақ биыл Қарағандыда айналмалы жол салынады. 50 шақырымға созылатын аралықтың құрылысына 34 миллиард теңге жұмсалмақ. Алда атқарылатын осы және өзге де жұмыстарға тоқталған өңір басшысы халықтың сұрағына да жауап берді. Қарағандыдан өзге әр қала, әр аудандан бір сауал жолданды. Балқаштан Саяқ тұрғыны сөз алды. Енді осы ауызсу мәселесін биылғы жылы 2018 жылы толықтай шешім таба ма? Саяқ халқынан мен не деп айтып барамын? Саяқ халқына сәлем айтып біріншіден. Біз Саяқтың өзінен іздедік суды. Саяқтың өзінен суды іздеп, суды сол жерден таптық. 200 метр жерден. Суды тазартатын қондырғы салуымыз керек. Оған жобаны содан кейін бастаймыз. Сол жобасын жасау керек, содан кейін барып мердігер алып, ақша қаржы бөлеміз. Сондықтан бұл әлі бір жылға дейін созылатын жұмыс. Солай деп сіз сәлем айтып барыңыз. Онкологиялық ауруға шалдыққан 2 жасар Жанель Тұрсынханға балқашықтар 700 мыңнан астам қаржы жинап берді. Бүлдіршіннің ішкі құрылысына шыққан ісікті алдын алу үшін жамағат көмегін аямауда. Мәдениет сарайында өткен қайырымдық концертке қатысы 500 теңге тұратын 500 билетті сатып алды. Одан 250 мың теңге түсті. Және оған қоса дүкен оқу орнында қойылған 8 жәшіктен 500 мыңнан артық ақша жиналды. Барлығы баланың шотына аударылды. Айта кетейік, бүгінгі күні Жанель Тұрсынхан анасымен бірге Астана қаласында ана мен бала орталығында ем қабылдап жатыр. Химиотерапияның 5 курсынан өтті. Ертең 6-шысы басталады. Тек содан кейін іштегі ісік кішірейсе, отандық дәрігерлер отаны өзіміз жасаймыз деп отыр. Бірақ оған кепілдік аз. Сол себептен ендігі үміт мәскеуліктерде. Алайда ол үшін әлі де қомақты қаржы қажет. Ертең химиотерапияның 6-шы курсы басталады. Содан балам жақсы өтсе, әрі қарай отаның жайы белгілі болады. Мәскеуге апармақшымыз. Ол үшін әрине қомақты қаржы қажет. Қазір балқашықтар қолдарынан келгенше көмектесіп жатыр. Алғысым шексіз. Барлығына рахмет. 1 наурыз алғыс айту күніне орай балалар үйінде қайырымдылық акция ұйымдастырылды. Демалыс күні шаштарашылар ата-ана қамқорлығынан айырылған жандар мекеніне өздері келіп тегін қызмет атқарды. 9 балғаның шашын қиып, 5 қызға әдемі шаш үлгілерін жасап берді. Кейін сәнді жасөспірімдерге қалалық мәдени сауық орталығының өнерпаздары өнерлерін көрсетті. 1 сағат бойы әндерін шырқап, заманауи билерін биледі. Сайқымазақтар ойын ойнап, көтеріңкі көңіл күй сыйлауға тырысты. Артынан барлығы мерекелік дастарханда бас қосты.
Балқашта үздік болашақ дәрігер анықталды. Медициналық колледжде студенттер арасында мамандық үздігі байқауы өтті. Өз өмірлерін аса жауапты іспен байланыстыратын жастарға анализ алу, диагноз қою секілді түрлі медициналық тапсырмалар берілді. Кім берілген тапсырманы бұлжытпай орындады, оны тілшіміз тарқатсын. Болашақ фельдшер Жамал Сыдықанова үшін бүгін маңызды күн. 3 жыл бойы алған білімін тек өзіне ғана емес өзгелерге де дәлелдеуі керек. Оқығанын ұмытпас үшін қайталау артық етпейді әрине. Десе де студент өз жеңісіне сенімді. 15-16 жасымнан дәрігер болуды армандадым. Сол бағытта әлі жүріп келемін. Болашақта да осы мамандық бойынша жалғастырамын деп үміттенемін. Тема прота алого цвета, пенистого характера, ЧДД 30 ударов в минуту, пульс, тахикардия. Алғашқы тапсырма науқасты көрмей-ақ оның ауруының белгілеріне қарап диагноз қою. Бұл жерде ең бастысы жылдамдық. Себебі адамның денсаулығын, өмірін сақтап қалуда әр минут қымбат. Затем берем читаем. Әрі қарай қатысушылар капельницаны қалай қою керектігін көрсетті. Тәжірибелі дәрігерлер студенттердің әр қимылын бақылап тұрды. Қол жуғаннан бастап препараттардың жарамдылық мерзімін тексергендеріне дейін. Ал бұл кабинетте студенттер науқастардан қан алып, оның нәтижесін тексерді. Анализ қорытындысын артынша мамандар қайта қарап, дұрыс бұрыстығына көз жеткізді. Гемоглобин. Төменірек дейін. Осы кәсіби сайыс негізі екі этаптан тұрады, екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңі негізі теориялық деп аталады. Яғни 8 группадан, 8 топтан, 4-ші курс топтарынан 10 баладан қатысып, 80 бала қатысқан болатын бірінші турға. Сонан әрбір топтан бір-ақ баладан жеңіп шықты, ең жоғары бал алған. Міне бүгін екінші кезеңі болып жатыр. Болашақ фельдшерлер мен медбикелер, лаборанттар 4 кезеңнен тұратын сайыста бақтарын сынады. Оның қорытындысы бойынша үздік фельдшер атағын Фариза Берденова жеңіп алды. Үздік медбике Альфия Баградзе атанды, ал үздік лаборант Аружан Иманова. Енді жеңімпаздар облыста қала намысын қорғайды. Гүлшат Байтекешева, Мұрат Болатбеков, Өркен медиа. Инновацияға құштар өрендер қалалық оқушылар сарайында радиотехника мен радиобайланыс үйірмесі ашылды. Соңғы технологияны іске асыруға әзірше 20 оқушы ниет білдірді. Бұл жайында келесі сюжетте. Куда подаем мы сигнал на транзистор? Правильно, молодцы. Николай Софиулин 30 жылдық үзілістен кейін радио саласына қайта келді. Оқушылар сарайында үйірме ашып, балғындарға ақпарат тарату саласын үйретпекші ниетте. Ол үшін алғашқы дәрісін электр сымдарын дұрыс жалғау теориясымен бастады. Кружок создан для того, чтобы... Бұл үйірме арқылы балалардың электронды техникаға деген қызығушылығын арттырамыз. Ер балалар үшін болашақта өте пайдалы. Кез келген затты өзі жасап, жөндей алуына септігі мол. Және осы арқылы болашақ мамандығын таңдай алады. Қазіргіні радиотехника үйірмесінде 15 бала, ал радиобайланыста 5 оқушы бар. Олар бір айдың ішінде электронды құрағыштармен танысып, радионың қыр-сырын меңгерді. Тіпті дауыс зорайтқыш пен түрлі электронды модульдерді жасапты, үйренді. Және келешекте радио станцияларды құрастырып шықпақ. Мен осы үйірмені хабарламадан көрдім, өзім келдім. Қазір уақытта біз схемаларды үйреніп отырық, қалай құралғанын, қалай жасау себептерін, жасау жолдарын. Оқушылардың техникалық сауаттылығы мен ғылыми ой өрісін артыруға бағытталған үйірмеге әлі қабылдау жүргізілуде. Оған 7 мен 11 сынып оқушылары қабылданады. Дәріс аптасына 5 рет 2-3 сағаттан жүргізіледі. Оқу тегін. Толқымбатты Алва, Руслан Сепен, Өркен медиа. Балықшылар бәсекесі Балқашта завод қызметкерлері арасында балық аулаудан дәстүрлі жарыс ұйымдастырылды. Оған қармақтарын қолына алған 51 жұмыскер қатысып, мұз айдында 4 сағаттарын өткізді. Ал кім ойықты бірінші қазды, алғашқы балықты кім аулады? Оны келесі сюжеттен көрелік.
Жарыс тапсырмасы бойынша балықшылар ең бірінші мұзды бұрғалаудан сынға түсті. Бір мезетте барлығы 1 метрлік мұзды ойып бастағанымен Андрей Крыловқа ешкім теңесе алмады. 52 жастағы тәжірибелі балықшы 1 минутта ойықты ойып тастады. Былтырға қарағанда биыл мұз қалды. Бірақ оған қарамастан 1 минутта ойық жасадым. Сосын азықты бірден шашып жібердім. Сонда балықтар тез келеді. Ал Андрей балықтарға үміт артып отырғанда Светлана Маладық есімді қатысушының қармағы бірінші олжаланды. Отбасымен бірге сайысқа 6-шы рет қатысып отырған жанның ауына торта балық түсті. Бұл көп жылдан бергі бірінші жеңісім дейді. Муж просверлил лунку. Ойықты қазып қармақты салған бетте мына кішкентай балық түсті. Қуанып кеттім. Биыл 6-шы рет қатысып отырсам да бірінші рет бірінші балықты ұстадым. Жалпы жыл сайынға дәстүрге айналған шараға Қазақмыс корпорациясына жиналған 51 әуесқой балықшы қатысты. Олар цех бойынша топқа бөлініп бақтарын сынады. Бірінші орында шықты дайындау цехның жұмыскерлері иеленді. Және оның ішінде көксерке балықты қармаққа түсірген жан кездесті. Себебі қазіргі уақытта көксерке өте сирек ауланатын балықтың бірі. Сразу пришли где-то. Да, минут через 20, наверное. Это у нас ежегодный турнир. Бұл дәстүрге айналған жарыс. Биыл оны 6-шы рет ұйымдастырып отырмыз. Бұны жұмыскерлердің бос уақытын тиімді өткізіп, демалсын деген ниетпен жасаймыз. Өйткені бұған қатысатындар таза ауаға шығып, біраз демалып қалады. Демалыс демекші шара аясында қатысушыларға барлық жағдай жасалды. Көтеріңгі көңіл күй үшін жанды дауысты әндер шырқалып, ағаш самаурында шай қайнатылды. Толқынбаталова, Серік Кесебаев, Оркен Медиа. Қалалық мемлекеттік қызметкерлер ең үздік футбол командасын анықтады. Демалыс күндері футзалдан турнир өтті. Спорттық сайыс жедел қимылдайтын арнайы жасақ қызметкері Қуаныш Шашаловты еске алуға арналды. Жарысқа 12 команда жиналып 4 топқа бөлініп ойнады. Кімдер үздіктер қатарынан көрінді, оны тілшіміз тарқатсын. Қуаныш Шашалов Балқаштағы ішкі істер бөлімінде жедел қимылдайтын арнайы жасақ тобында 9 жыл қызмет еткен. Аға инспектор жұмысына адал, еңбекте абыройлы болған. Бокстан спорт шебері деген атаққа ие. Өкінішке орай өткен жылдың жаз айында 32 жасында жол апатынан көз жұмды. Өз боксер, мастер спорты боксер. Содан осы қызметке барам деп осы шоурды бірақ өзіне ұнайтын. Көп келеш алдында қойған мақсаттары бар. Сол мақсаттар енді соған жете алмай қалды. Жарысқа Қарағандыдан жедел қимылдайтын арнайы жасақ тобы келіп қатысты. Олар алғашқы ойында әкімдік қызметкерлерімен кездесті. Бірінші таймда есеп 3-1 есебімен қонақтардың пайдасына шешілді. Ал екінші кезеңде қарағандылық команда тағы бір голмен алға шықты. Алайда балқаштықтар қатарынан 3 топты қақпаға дәл тигізіп есепті теңестірді. Өте жақсы тартысты ойын болды. 4-4-4 паймен тең түсті. Қазір тағы да бір команда ойнаймыз. Содан белгілі болады. Ары қарай қалай болады, өтеміз, өтпейміз. Қонақтар бұл турнирден құр қол қайтпады. Қарағандыға күміс жүлдемен оралды. 3-ші орын қаламыздағы әріптестеріне, яғни жедел қимылдайтын арнайы жасақ тобы да бұйырды. Ал бас жүлдені 53-898 әскери бөлімінің қызметкерлері жеңіп алды. Құшат Байтекешова, Руслан Сепен, Өркен Медиа. Оңтүстік Кореяның Пьончхан қаласында өткен 23-ші қысқы олимпиада аяқталды. Дүбірлі додада спорттың 15 түрі бойынша 102 медаль жиынтығы сарапқа салынды. Қазақстандықтар олимпиадаға спорттың 9 түрінен қатысты. Өкінішке орай тек 1 медальмен шектелдік. Команда қоржында фристайлшы Юлия Галышева алып берген жалғыз қола медаль бар. Осы жүлденің арқасында Қазақстан құрамасы жалпы командалық есепте 28-ші орын алды. Бұл көрсеткіш бойынша осыдан 4 жыл бұрын Ресейдің Сочи қаласында өткен нәтижемізді қайталадық. Ол кезде мәнерлеп сырғанаушы Денис Тен қола жүлдеге қол жеткізген болады. Ал осы жылғы командалық есепте бірінші орында 39 медальмен Норвегия құрамасы алса, екінші орында 31 медальмен Германия иеленді. Ал үздік үштікті 29 медаль алған Канада спортшылары түйіндеді. Дүйсенбілік жаңалықтар легі осындай. Алда орыс тіліндегі ақпараттар қызметі күн сайын кешкі сағат 20:00-де біздің арнамыздан жаңалық күтіңіздер. Бізбен бірге болыңыздар.